сауықтыру жәрдемақысын жергілікті бюджет есебінен көтеретін болсақ, оның барлық өңірде бірыңғай әрі әділетті жүзеге асырылуы қамтамасыз етілуі тиіс. Өңірлердегі теңгерімсіздікті жойып, техникалық қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуын біркелкі арттырудың нақты механизмі бекітілуі шарт. Сонымен қатар, техникалық қызметкерлер ағымдағы жөндеу жұмыстарына заңсыз тартылуда. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына бюджеттен арнайы қаражат қарастырылады. Олай болса, неге оңсыз да еңбегі ауыр, жалақысы аз еңбек адамдары ағымдағы жөндеу жұмыстарына тартылуы тиіс? Бұл еңбек заңнамасының өрескел бұзылуы деп санаймыз. Тағы бір өзекті мәселе хлор қолданатын жұмысшыларға қосымша ақы төлеу. Бұл қызметкерлер денсаулыққа қауіпті жағдайларда жұмыс істейді, төленетін өтемақы мөлшерін ұлғайтуды қарастыру қажет деп білеміз. Және кейбір мектептерде хлормен жұмыс жасаған үшін өтемақы төленбейтіндігі туралы да айтылуда. Осыны заң аясында тексеруіңізді сұраймыз. Жалпы білім беру ұйымдарында балалар арасында еден жуушылардың еңбегіне құрметпен қарауды тәрбиелеу өзекті деп санаймыз. Өйткені тек қана орта мектептерде 261 мыңнан астам техникалық қызметкерлер еңбек етеді. Олардың күнделікті қажырлы еңбегінсіз мектептердің қалыпты жұмыс жасауы мүмкін емес. Сондықтан олардың еңбегіне құрметпен қарауды біз балалардың бойында тәрбиелеуіміз қажет. Осыған байланысты бірнеше ұсыныстарымызды енгіземіз. Бірінші, техникалық қызметкерлердің жалақысын арттыруға бірыңғай әдістеме енгізу, онда стаж, жүктеме, жұмыстың күрделілігі мен өңірлік теңгерімсіздік ескерілуі тиіс деп санаймыз. Екінші, техникалық жұмысшыларға сауықтыру жәрдемақысын төлеуді республикалық немесе жергілікті бюджет есебінен, бірақ бірыңғай тәсілмен қарастыруды және оны 1193 қаулысында бекітуді ұсынамыз. Үшінші, техникалық қызметкерлерді ағымдағы жөндеу жұмыстарына заңсыз тартуды тоқтату шарт деп білеміз. Егер тартылып жатқан жағдайда бұл жұмыстар үшін қосымша ақы төлеу жүйесін енгізу қажет. Төртінші, хлор қолданатын жұмысшыларға өтемақыны арттыруды қарастыру және олардың еңбек жағдайын жақсарту шарт деп білеміз. Бесінші, техникалық персоналдың жалақысы мен әлеуметтік кепілдіктер туралы түсіндіру жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу өзекті. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары.